Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге морковь по-корейски дайындап көрсететін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен жуып тазаланған сәбізімізді осылай үккіштен өткізіп аламыз. Өздеріңізге қажетті мөлшерде құрамын көбейтіп жасасаңыздар да болады. Барлық сәбізімізді үккіштен өткізіп алғаннан кейін үстіне қантымызды, тұзымызды салып жақсылап бір араластырып аламыз. Бізге керекті барлық дәмдеуіштерді қосып, үстінен 70 немесе 9% уксусты құйып, жақсылап бір араластырып, 10 минутқа қалдырамыз. Осы кезде біз алдын ала табамызға майымызды құйып, қызғаннан кейін үстіне сарымсақты салып, жақсылап бір қуырып аламыз. Қуырып алған сарымсақты салатымыздың үстіне салып, тағы да жақсылап араластырып шығамыз. Күн сайын менің каналымда шығып отыратын жаңа рецепттерді жоғалтып алмас үшін менің каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін қосып қоюды ұмытпаңыздар. Барлығын араластырып болғаннан кейін үстіне чесногымызды салып, тағы да жақсылап араластырып шығамыз. Осымен біздің салатымыз дайын. Сіздерге дайындап көруге кеңес беремін. Ас болсын, сіздермен болған Жансая.